Бауырым, байқадың ба, соңғы уақытта кейбір азаматтар мешітте әминді дауыстап айтатын болған. Ал имамдарымыз болса іштен айтқан абзалырақ дейді. Қайсысы дұрыс екен? Осы сұрақ маған да қызық болып жүр. Өте өзекті мәселелердің бірі ғой. Ассалаумағалейкум жігіттер. Ассалаумағалейкум. Жаңа сіздер айтып жатқан сұрақтарыңызды естіп қалдым. Соған рұқсат етсеңіздер, өзімнің жауабымды берейін. Расында бұл өте өзекті мәселе. Әминді іштей айту, сырттай айту мазхабтарда әртүрлі көзқарас бар. Бірақ та біздің ата-бабамыз ұстанған Абу Ханифа мазхабында әминді іштей айтқан абзал. Оған сөзсіз айқын дәлел бар. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі. Расында пайғамбарымыз намаздың ішінде екі жерде үндемеген дейді. Ол Фатиха сүресінен алдын, яғни бисмиллахны іштей айтқан, және де Фатиха сүресінен кейін, яғни әминді іштей айтқан. Бұл хадис имам Ахмадның жинағында келеді. Осы сынды хадистерді, осы сынды сұрақтарға жауаптарды мына бір еңбектен ала аласыздар. Рахмет ұстаз, енді білетін боламыз.